Қайырлы күн оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай екі түрлі кез келген қонақ дастарханның сәні болатын, өте әдемі көрінетін, әрі дәмді болып шығатын екі түрлі салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бірінші салатымызға керекті заттарды осылай дайындап қойдым. Тауықтың төс еті, суға қайнатылған, және де бұл жерде теркадан өткізілген картоп, жұмыртқа, және де сыр. Бәрін қосып, және де кукурузаны да қосып жібердім. Дәміне қарай тұзын және де майонезін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Менің каналымда шығып отыратын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, осы видеоға өзіңіздің жүрекшеңізді қызарта кетіңіз. Енді салатымызды домалақтап аламыз. Бұл шариктердің размері өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Үлкендеу немесе кішілеу етіп жасай беруге де болады. Мен осылай сәл үлкендеу етіп жасап алдым. Домалатып дайындап аламыз. Енді үкіштің көзілмен өткізіп қойған, дайындап қойған сырымызға бір-бір аунатып шығамыз. Тарелкаға мен рукколаны қойып шықтым. Әсемдік үшін өте әдемі көрінеді осылай. Және де беттерін черри помидорымен әсемдеп шыққан болатынмын. Дастарханның сәнін өте қатты аша түседі. Осындай бір ерекше салат жасағыңыз келсе, дәл осы салатты жасап көріңіз. Ал енді екінші салатты жасауға кірісеміз. Бұл жерде бұл сельдь пад шубай ғой. Негізі селедка немесе шпрот қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде тауықтың етін қостым. Бізге балық ұнамайтын болғандықтан тауықтың етін қосып жібердім. Дайындап қойған барлық сәбіз, картошка, жұмыртқа және де тауықтың етін қосып, дәміне қарай тұзын, майонезін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатымыздан да дөңгелек шариктер жасап алатын боламыз. Жаңағы айтқанымдай, размерін өзіңіздің қалауыңыз бойынша үлкендеу немесе кішілеу етіп жасай беруге болады. Осылай домалатып аламыз. Каналымнан басқа да қандай рецептерді көргіңіз келеді, видеоның астына комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер, мен оқитын боламын. Осылай дайындап аламыз. Енді бізге пищевая пленка керек болады. Оны тарелканың үстіне орналастырып, суға пісіріп дайындап қойған теркадан өткізген қызылшамызды біраз қасық осылай толтыра қосып, жайып шығамыз. Жайылған қызылшаның үстінен шаригімізді алып, орналастырамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, жан-жағын осылай жауып, дайындап аламыз салатымызды. Осылай дайындап, формасын түзеп жібереміз. Өте әдемі көрінеді. Тарелкамызға орналастырамыз. Және де бетін осылай майонезбен әсемдеп шықтым. Және де жұмыртқаның сарысын үкіштің көзімен өткізіп алып, оны да қойып шыққан болатынмын. Енді екеуі деген көзің жауын алатындай болып, дастарханыңыздың сәнін аша түседі. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Жасап көріп жатсаңыздар, осы видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, қалай шыққан жайлы. Және де бұндай салаттарды біз байджидің кениялық қоспасыз, бояғышсыз таза шаймен ішеміз. Біздің отбасымыздың әрдайым осылай ішіп тұратын біздің сүйікті шайымыз десек те болады. Салаттың рецептісін ұнаса, өзіңіздің жақын сіңіліңіз, әпкеңіз немесе достарыңызбен де бөлісіп қойыңыз. Сіздермен болған Айсұлу. Келесі кездескенше.